Сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз амандасу құрағының бұрын менде болған видеолары енді қазір басқа түрін кішкене өзгерек өлшемдерде тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай екі түрлі матаны осылай бір-біріне тігіп аламыз. Тоже екі кусок, екі жарым ендері осы екі матаны бір-біріне қаратып қойып, шахмат тәріздес етіп осылай қаратып қоямыз да. Және оны матамызға қойып, мына жерін тігіп шығамыз. Бір шетінен тігіп шығамыз. Екі жылжып кетпеу керек, бір-бірінің үстіне дәлметін түсіп екі жарым осындай квадраттар болады. Енді осыны айналдырып бекітіп тігіп шығамыз. Қолымызбен ашып, барынша әдемілеп жақсылап ұстап отырып тігіп шығамыз, бекітіп. Ауа қарап қалпырмау керек арасында. Осы жер кішкене мынандай болып, негізі ауа қалмау керек арасында. Енді оған біз дайындап қойған үш бұрышты, 4 сантиметр үш бұрышты, осылай 4 бұрыш болады, 4 сантиметр квадрат, соны осылай диагоналынан бөлеміз. Ең кіші үш бұрыштың размері осындай 4 сантиметр, бір квадрат 4 сантиметр, осы алтын түсті, бір квадрат осындай ақ түсті болады. Және де айта кететін тағы бір жайт, мынау жоғары жағында басталып тігілейін деп жатырған жер осындай алтын түсті болса, значит бізге үш бұрышты тоже сол түстен бастайтын боламыз. Егер былайынан тіккенде мына жағы ақ түсті болса, онда біз сол ақ түсті үш бұрышымыздан бастайтын боламыз. Мінекей, осылай қоямыз. Не жағын бастаса да разница жоқ, алтын түстен бастаса да, және болмаса осындай ақ түстен бастаса да, мына жер жоғарысы, мына төмені, жоғарысы қандай түс болады, сол түстен бастап тігетін боламыз. Бұл үш бұрыштардың көлемі жаңа айтқандай 4 сантиметр квадратты диагоналынан бөлгендегі шыққан осындай үш бұрыш. Бұл жерде бізде 4 түрлі рәсім өлшемде осындай үш бұрыштар қолданатын болады. Осылай тігеміз, ашып, және осылай бекітіп алсақ та болады, бекітпей сразу тігіп кете беруге де болады. Сразу мысалға айта кетейін. Осылай сразу мына жерін тікпей жалғастырып кетуге болады. Міне мынау енді екінші үш бұрыш бізде. Екінші үш бұрыштың көлемі 5 сантиметр квадрат. Соны осындай диагоналынан бөлеміз, сонда осындай үш бұрыш шығады. Міне мына жерде айтатын жайт тағы, осы жері ақ болса жоғары, мынау төмені золоты болып, алтын түсті болып тұр. Значит бізде осындай ақтар. Енді келесі соңғы үш бұрыш шығымыз 5 сантиметр квадрат. Мінекей, енді келесінің өлшемі бізде 6 сантиметрлік квадратты ортасына диагоналынан бөлеміз, осындай үш бұрыш шығады. 6 сантиметр, үш түрлі көлемдегі осындай үш бұрыштар қолданылады. Сантиметр квадратты диагоналынан бөлеміз. Соңғы өлшемі, енді бізде контрольный, соңғы өлшемі мысалы 4, 5, 6 болса, енді соңғысының размері сразу 8-ге аттап кетеді, 8 сантиметр үш бұрышты. Енді нәтиже алтын түсті бұтқап, таңнаумен сала берейін. Достар, егер видео ұнап жатса, каналға жазылып, подписка жасап аламыз, және де колокольчикті қоңырауын басып қоямыз, себебі алдағы уақытта тағы да мен видеолар салатын боламын. Сол кезде қалып қоймас үшін арасында эфирге шығамын, прямой эфирге. Соны көре аласыздар. Міне соны біттік, 8 сантиметрлік үш бұрыштармен бітеді. Қазір жабылып кетіп тұр. Енді артық шеттерін кесіп алып тастаймыз. Астындағы подложкасының өлшемі 13-13 сантиметр, және біздің дайын құрағымыздың өлшемі 12-12 сантиметр болып шығады. Достар, мынандай болып шығады. Бұл жерде біз 1, 2, 3, 4 түрлі үш бұрыш қолдандық. 4 сантиметр, 5, 6 және 8 сантиметрлік. Және мына екінші түсті де солай. Ортасының өлшемдері 2,5 сантиметрлік ленталарды бір-бірімен қосып, осыны шахмат тәрізді етіп, басында тіккенде солай орнатып аламыз. Осымен біз мастер-класс аяқталды. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер сіздерге осы